Так, саламатсыздар ма құрметті оқушылар. Бұл бейне сабақта тест кітапшасынан алынған бір орташа деңгейлі есепті шығаратын боламыз. Сонымен бір-бірінен 3 см қашықтықта орналасқан бірдей теріс зарядталған екі шардың өзара әрекеттесу күші 102,4 ньютон. Әрбір шардағы артық электрондар санын табыңыз дейді. Бұл жерде электронның заряды және де К пропорционалды коэффициенті берілген. Енді артық электрондар дегеніміз не, біз соған тоқтала кетейік. Жалпы зарядты металдарда зарядтар не тасымалдайды? Яғни электрондар, теріс зарядталған электрондар. Ал бір атомда бейтарап болса, онда бейтарап болатын болса, тек артық электрондар ғана не істейді? Заряд тасымалдайды. Ал қалған әр атомның өзіне сәйкес электрондары ол өзін бейтарап етіп бір-бірімен теңестіріп отырады. Артық электрондар саны дегеніміз, яғни заряд тасымалдап жатқан электрондар саны тап деген сөз. Енді біз шығарылу жолын бірінші берілгеннен бастайық. Бір-бірінен арақашықтығы берілген. Бір арақашықтығын біз электростатикада R әрпімен белгіленеміз, 3 сантиметр. Енді бұл жердегі осы сантиметр метрге айналдыру үшін алдындағы санти деген сөзді қараймыз. Санти деген сөз, жалпы метр деген ұзындықтың өлшем бөлігі. Санти, кило, милли, гига, мега деген сөздердің барлығы дәрежені сөзбен жазғандағы белгісі. Енді кестеге қарайтын болсақ, санти деген неше дәрежені білдіреді? 10-2 дәрежесін білдіреді. 10-2 дәрежесін білдіреді. Метр. Енді келесі теріс зарядталған екі шардың өзара әрекеттесу күші, яғни бір-біріне екі шар берілген, олар бір-біріне әрекеттеседі. Теріс зарядталған болса не істейді? Әрине олар бірін-бірін тебеді. 102,4 ньютон. Әрбір шардағы артық электрондар саны. Электрондар саны Z N-мен белгіленеді. Ол N жалпы тек электрондар саны емес, жалпы көп молекула санды білдіреді осы N. Енді бізде екі шар теріс зарядталған. Жалпы осы зарядтардың бір-біріне әрекеттесу күшін табу үшін біз не істейміз? Кулон заңын жазамыз. Ол К Q1 көбейтілген Q2 бөлінген R квадрат. Енді екеуінде зарядтары бірдей, екеуін білмейміз, бірақ зарядтар қанша екен. Жоқ, бізде екі шар деген зарядтар білмейміз. Екеуі де бірақ қандай? Бір-біріне тең. Осы теңдеуді жалғастырсақ, не істейді? Q мен Q көбейтіліп, бір-біріне Q квадрат болады, бөлінген R квадрат. Енді бізде F белгілі, K болса да белгілі, R белгілі, нені табуға болады? Екі шардың зарядын. Яғни біреуінің зарядын табу үшін не істейміз? R квадратты F-ға көбейтеміз. F көбейтілген R квадрат. Және K Q-ға көбейтіліп тұрға, бөлшектің алдына көбейтіледі. Осы теңдіктің келесетіне бөліміне түседі. Квадрат болғаннан кейін мынаны түбірдің астына аламыз. Сол кезде осы теңдеуді шешсек, бізде бір шардың заряд шамасы шығады. Тең жалғастырамыз, енді мәндерін қоямыз. F 102,4 көйту R квадрат 3 көбейтілген 10-2 дәрежесі. Бөлінген К 9 көбейтілген 10-9 дәрежесі. Енді мына квадраттаймыз. R квадрат 3 көбейтілген 10-2 дәрежесін квадраттсақ 9. Квадраттың 2 дәреже қоя. Квадрат деген осыны жалпы квадраттаймыз. 2-ге көбейтіледі -4 дәреже болады. Тең жалғастырамыз. Мына 9 мен 9 қысқарады. Мына -4 дәреже 9 үстіне шықса қанша дәреже болады? -4 дәреже болады. -4-ке қосылып -13. Енді оны -14 дәрежеде болайық, -13-ті -14 дәреже болайық. Керісінше мынаны арттырайық. 1024 деп. Болады осылай істесек. Бұл әлі түбірден шыққан жоқ. Енді 1024-ті бірден түбір астынан шығарамауымыз мүмкін. Оны 2 көбейту 512 деп жүктесеңіз болады. Көбейту 10-4 дәрежесі. Түбір астынан тек жұп дәреже ғана шығады, ол минус болсын, плюс болсын. Енді жалғастырамыз. Түбір астында 2 көбейту 512-ні тағы да жүктесек болады. Бірден білмесек. 512-ден 2 көбейту 256. Көбейту 10-14 дәрежесі. Тең. Мына 2 мен 2-ден 1-2 шығады, 256-тан 16 шығады. Көбейту -14 дәрежеден -7 дәреже шығады. Тең. 2-ге 16 көбейтеміз, 32 көбейтілген 10-7 дәрежесіндей. -7 дәрежесіндей кулон. Бұл не? Бұл бір шардағы зарядтың шамасы. Енді мынадай бір формула бар. Заряд тең болады. Бір электронның зарядына көбейтеміз. Қанша электрон бар, сонша электронның санына.
сол кезде жалпы заряд шығады. Енді бізде осы жердегі n-ді сұрайды. Оны табу үшін e-ні q-ға бөлеміз. Q бөлу e тең, мында жалғастырайық. Q 32 бөлгі 10⁻7 дәрежесіне тең. E 1,6 бөлгі 10⁻19 дәрежесі. Енді есепті оңайлату үшін мынарда үтір қайырамыз. Есесіне мынау не істелінеді? 1 дәреже қосылады, -20 болады. Сонда 16 бөлгі 10⁻20 дәрежесі, 32 бөлгі 10⁻7 дәрежесі. Неге қысқартсақ 2 көбейту -20 үстіне +20 болып шықса қанша? 7-тен азайтылып 13 дәреже. 2 бөлгі 10⁻13 дәрежесі. Бұл не? Артық электрондар саны. Осымен біздің бейне сабақ аяқталды.